Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, второй В класс. Сабағымызды бастамас бұрын суретке қарайық. Обратите внимание на картинку. Как вы думаете, о чем будет сегодняшний урок? Дұрыс, балалар. Апта күндері. Неделя. Аптаның үшінші күні қалай аталады? Как называется третий день недели? Правильно, ребята, среда. Среда қалай қазақша? Сәрсенбі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бүгін сәрсенбі ме? Дәптерімізді ашамыз, открываем тетради, пишем дату и тему. Бүгін сәуірдің 22-сі. 22-22. 22-ші 22. Аптаның үшінші күні сәрсенбі. Сабағымыздың тақырыбы бүгін сәрсенбі ме? Сегодня среда. Бүгін, балалар, я әрпін жазамыз. Сегодня пишем букву я. Я әрпі кездесетін сөздер қоян, заяц, шаян, рак, баян, инструмент музыкальный, аяз, мороз, аян, имя человека. Өте жақсы балалар. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздер жаңа сөздер үйренесіздер, және де жаңа сөздер арқылы сөйлем құрастырасыздар. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Аптаның басы. Аптаның басы. Начало недели. Аптаның соңы. Аптаның соңы. Конец недели. Сәтті күн. Сәтті күн. Күн, день. Удачный день. Нешінші сабақ. Нешінші сабақ. Нешінші? Какой? Который? Это вопрос. Нешінші сабақ? Какой урок? Ағылшын тілі. Ағылшын тілі. Английский язык. Өте жақсы балалар. Енді өткен сабақты қайталайық. Повторяем. Апта күндері. Дни недели. Дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Бейсенбі. Жұма. Сенбі. Жексенбі. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, мәтінмен жұмыс. Мәтін, текст. Оқимыз. Аптада 7 күн бар. Дүйсенбі аптаның басы. Жексенбі аптаның соңғы күні. Ал бүгін сәрсенбі. Бірінші математика сабағы. Екінші сабақ қазақ тілі сабағы. Үшінші сабақ ағылшын тілі. Сәрсенбі сәтті күн. Аптада 7 күн бар. Недели 7 дней. Дүйсенбі аптаның басы. Понедельник начало недели. Жексенбі аптаның соңғы күні. Воскресенье конец недели. Ал бүгін сәрсенбі. А сегодня среда. Бірінші математика сабағы. Первый урок математика. Екінші сабақ қазақ тілі сабағы. Второй урок казахский язык. Үшінші сабақ ағылшын тілі. Третий урок английский язык. Сәрсенбі сәтті күн. Среда удачный день. Өте жақсы балалар.
Енді есте сақтаңдар. Запомните, ребята. Кітап – книга. А если его книга, оның кітабы, его книга. Онда бізде, если в конце слова буква П изменяется на Б. П изменяется на Б. Если в конце слова буква К изменяется на Г. Күрек – лопата, его лопата, оның күрегі. Күрегі. Сабақ – урок, оның сабағы, его урок. Если буква К изменяется на Г. П изменяется на Б. К изменяется на Г. Q изменяется на Г. Түсінікті ме, балалар? Түсіндік пе? Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, осы ережені еске сақтаймыз. П плюс окончание изменяется П на Б. К плюс окончание тогда К изменяется на Г. К, если окончание будет тогда буква К изменяется на Г. Запомнили, ребята? Молодцы. Теперь еще раз повторяем. Кітап, күрегі, сабағы. Өте жақсы, балалар. Бірінші тапсырма. Первое задание. Тиісті әріптерді қойып жаз. Тут пропущенные буквы. Пишем слова правильно. Екінші тапсырма. Суретке сәйкес сөйлемді жаз. Вот, например, образец. Первый рисунок. Какое предложение тут подходит к нему, первому рисунку? Пишите первый, цифру 1, и найдем это предложение. Вот, сурет саламын, рисую. Жұмада сурет саламын. Я рисую в пятницу. Либо будет в пятницу я буду рисовать. Я, Паула, это первое предложение. Второе, что он где стоит, что он делает? Он в парке. Парк қалай болады нет қазақша? Саябақ. Дальше сами пишем. Понятно вам, ребята? Үшінші тапсырма. Дұрыс сөздерді теріп жаз. Пишем только правильное слово. Только правильно. Остальное не пишем. Кітап. Правильно или нет? Кітап. Нет, неправильно. Мы это слово не пишем. Второе слово. Дальше сами разбирайтесь. Екі тапсырма. Видеороликтегі 3 тапсырманы орындап, маған WhatsApp-тан жіберіп. Мен күтемін. Выполните все 3 задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.